Құран кәрімнің өзінде иқра деп айтылған, яғни біз біліммен өзімізді жетілдіруіміз қажет. Адамзат өмірінде білім алу өте маңызды. Білім болған жерде ғана мәдениет болады, білім болған жерде өркениет болады, білім болған жерде ғана адамгершілік құндылықтар жоғары деңгейде болады. Сондықтан да біз қазір өскелең ұрпақты тек білім арқылы ғана болашақ өмірге дайындай аламыз. Енді қазір елімізге қарайтын болсақ, жастарымызда бұл жерде ер балалар болсын, қыз балалар болсын, оларды біз әрдайым білімге құлшындырып отыруымыз қажет. Соның ішінде әсіресе қыз балалардың білім алуы өте маңызды. Себебі мұсылман ғалымдардың да айтқан сөзі бар. Егер елдің болашағын көргіңіз келсе, қазіргі әйелдердің жағдайына қараңыз дейді. Егер қазіргі әйелдердің жағдайы бұл ошақ қасынан шықпаған бір жағдай болатын болса, отбасынан ар аспаған бір жағдай болатын болса, мәдениеті, әйелдердің мәдениеті өте төмен деңгейде болатын болса, білімі төмен деңгейде болатын болса, онда бір 50 жылдан кейінгі ұрпақты біз қазірден көз алдымызға елестетуімізге болады. Онда ол ұрпақтың да, болашақтың да мәдениет жағынан, білім жағынан деңгейі өте төмен болады деп айтуымызға болады. Сондықтан біз болашақ ұрпағымызға жұмыс жасау үшін қазіргі әсіресе әйелдердің деңгейін жоғары деңгейге көтеруіміз қажет. Бұл медицина болсын, бұл физика, химия секілді ғылым салалары болсын, сонымен қатар да біздің өмірімізге қажетті рухани білім. Себебі рухани білімсіз біздің бір қанатымыз сынып қалған құс секілді боламыз. Рухани біліміміз біздің бәрібір ішкі жан дүниемізді, ішкі халімізді жігерлендіріп, оны құлшындырып тұратын сондай бір білім. Сондықтан да болашақ ана, болашақ осы қоғамның тұлғасы болатын қыз балаларымыздың осы жағынан да білім алғаны өте маңызды.